Әрқайсыңыз былайша айтқанда өзіңіз кәсіптеріңіз бар ғой? Кәсібің бар. Соны таңертең сол кәсіпке былайша айтқанда кірген кезде мына дұғаны айтатын болсаңдар дейді. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мульку ва лахул хамду юхи ва юмит биядихил хойру ва хуа аля кулли шайин қадир. Осы дұғаны кім айтатын болса дейді. Күніге таңертең, күніге сол өзінің кәсібіне кіріп атқан кезде осы дұғаларды айтатын болса, онда Расул айтады, не болады десеңіздер, онда Алла субхана ва тағала оған катабаллаху лаху альфа хасанатин. Мыңдаған дейді. Мыңдаған оған сауаптар бірден жазылады. Және мыңдаған оның күнәлары кешіріледі. Және оған мыңдаған дәрежесі өседі дейді. Бұл нәрсені қарасаңыздар, неге кәсіптен бастады десек, бауырлар, қараңыздар. Біздің кейде кәсіптеріміз жүрмеуі, кәсібіміз кейде кейін қарап кетуі кейде. Осы үш нәрсе кедергі болады бізде. Сауап істемей жатсың, күнәң көйіп кеткен, дәрежең түсіп кеткен Алланың алдында. Сенесіз ба? Осы үш нәрсені реттеп алсаңыз бар ғой, Алла кәсібін жүргізіп қояды сені.